Амансыздар ма? Отырыңыздар. Бүгін сыныптардың кезекші? Бүгінгі күнде кезекші мен сыныпқа бабылы деген. Жақсы, dinlеп отырыңыз. Кітап дәптеріңізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Қазанның 15-і сынып жұмысы. Жақсы, бүгінгі тақырып Абай Құнанбаев 8 аяқ өлеңі. Балалар, біз осы сабақтың алдында Абай Құнанбаевның өмірі мен шығармашылығымен танысқан болатынбыз. Сол үшін соны тексеріп алу мақсатында қазір сіздер тест ойнайсыздар. 10 сұрақтан құралған Абайдың өмірі мен шығармашылығы. 5 минут уақыт береміз. 5 минуттан кейін аяқтаймыз. Уақыт кетті. Орындаймыз. Жақсы балалар, орындап болсақ, қаламды орнына қоямыз. Енді бір-біріміздің көшімізбен ауысамыз. Тақтада тесттің жауаптары тұр, бір-бірімізді тексереміз. Жақсы, тексеріп болса, балалар бүгінгі сабақ толықтай матрица бағалау әдісі арқылы өтеді. Яғни сіздердің отырған орындарыңыз бойынша бағалап отырамын. Яғни А1 бізде Карина, А2 Дамир, В1 Әсем, В2 Анель, С1 Диас, С2 бізде Жазира болады. Карина, Дамирда қанша бай? 10 балдар 9 балл. Бұл өте жақсы. Яғни сіздерге толық жауап берсеңіздер қызыл жұлдызша, жауап толық болса көк жұлдызша қойып отырмыз. Дамир бізде А2-ге. Ал Дамир, Каринада неше балл? 10-нан 10 балл. Өте жақсы. Әсем, Анельда неше балл? 10-нан 9. Жақсы, өте жақсы. Әсем неше балл? 10-нан 9 балл. Жақсы. Диас, Жазирада? 10-нан 8 балл. Жақсы, жауап толық емес біраз, иә? Жазира? 10-нан 9 балл. 10-нан 9 балл. Жақсы, өте жақсы. Бақша секундызы тесті. Енді бұл бізде үй жұмысын қайталап алды. Енді біздің жаңа тақырыпқа оралайық. Бүгінгі бізде балалар сабағымыздың мақсаты әдеби шығарманың композициялық ерекшелігін талдау және көркем шығармада көтерілген мәселелерге талдау жасау. Тапсырмаларды орындау арқылы бүгінгі сабақтың мақсатына жететін боламыз. Енді бүгінгі тақырып бойынша Мұхтар Омарханұлы Әуезов былай айтқан екен: 8 аяқ ұлы ақынның жазушылық еңбегінің орта тұсында туған үлкен бір белдей, әрі мол, әрі бар жағынан көркем кесті шыққан зор шығармалардың бірі деп баға берген екен. Ендеше осыған байланысты біз бүгінгі өлеңді оқиық, оқудың тапсырмасы танысайық. Қазір әр оқушы 2 шумақтан оқып шықсын және өзінің не түсінгенін бір сөйлеммен айтып отыратын болады. Ал Каринада бастайық. Алыстан сермей жүрек тек шымырлап қойға жайылған. Ұядан шалып қисынан алып тағын жетіп қайырған. Толғау топсан сәнті сөйлемін десең өзіңді. Өткірдің жүзі кестенің бізі өнегісіндей саланмас. Білгенге машан, білмеске арзан адамдар да қаланмас. Қинама бекер тілмен жат, күлісіз құлат ойғаула. Мына бүгін жоқтыда мен түсінуінше адам баласы жаман хабар айтса, жақсы хабар айтса,
алыстан сөйлеп жүректен тербеп әрбір сөзді жеткізеді. Жақсы, өте жақсы. Дамира қарай. Басында ми жоқ, өзінде ол жоқ. Кішіп кетен адамның көп айтса, күлдіріп айтса болды. Әдетті адамның ойда қайрат, ойда көз болмаған соң айтпа сөз. Қайнайды қанын, ашиды жағын, естеген көңілінде жүгірген сілкін, қайраттан еркін, деп насихат бергенде, ұятсыз арсыз соңынан құлап кетер артынан. Сол айтқаны өзінде басында ми жоқ адамның өзінің ойы жоқ. Ол басқа бір адаммен келіседі сөзін. Үнемі басқа адамдардың пікірімен келісіп жүреді дейді. Әсем, жақсы, өте жақсы. Аулаққа шықпай, сыбырлап ұқпай, мерейленбес еш сөзге, пайдасыз да қолбайлаусыз ақыл атадан бала ойы өзге, санасыз ойсыз жармес, өз ойында ар емес. Тасыса өсек, ысқырса кесек, тұмадан әбден шыққаны, көбілдек мақтан табытын қаққан арындығы бақаны, ыңсап, ұят, терең ой, ойлаған жон-жоқ жауап қой. Яғни адамдар қазір адамдарда ұят жоқ. Қазір адамдар сөйлескенде тек өсекті айтады. Жақсы, өсек айтады дейді. Өте жақсы. Анель. Оқи қояды. Болмасын кекшіл, болсайшы көпшіл, жан аямай кәсіп қыл. Орынсыз ыржан, болымсыз қылжан, бола ма дәулет несіп бол. Еңбек қылсан ерінбей, тояды қарның тіленбей. Егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп ойлап мал ізде. Адал бол, байтақ, адам бол, малтақ. Қуансаң қуан сол кезде, бірінді қазақ бірін дос, көрмесен істің бәрі бос. Менің ойымша, еңбек қылсан ерінбей, тояды қарның тіленбей деген сөздерде адам жетістікке бір дәрежеге жету үшін ол еңбек ету керек. Өте жақсы. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздарар адам баласын. Таласып босқа, жау болып, досқа қор болып, құрып барасын. Өтірік шағын толды ғой, өкінер уақытың болды ғой. Бір кісі мұңға, жөн кісі сұмға, әлі жетер заман жоқ. Қадірлі басым, қайратты жасым, аяғымен кетті амал жоқ. Болмасқа болып қара тер, қорлықпен өткен қу өмір. Жұмысы жоқтық адамдың босқа жүріп, досқа жау болып, қор болып құрып бар адам. Өтірік соғып, ал өтірік соққан адам жалқау адамды, қорқақ адамды деп саналады. Өте жақсы толық жауап. Жазира. Көмексіз көзім, бір жалғыз өзім, бағалмай басын сандалар. Бауырына тартқан, сырыңды айтқан, сырғасын сырт айналар. Ол қаны бұзық қорақай, қапасын тауып сен алар. Басы көзі қан боп, арқа басы шан боп, және тұрып жалп болар. Жағылып тұрып, буыны құрып, тағы қуып салғылдап. Абырой қайда, қайда, өз басына не пайда. Мұнда бауырына тартқан, сырыңды айтқан, сырғасын сырт айналар. Яғни жақын адамына сырыңды айтсаң, сол адам сатып кетуі мүмкін. Жақсы. Түсінуге. Өте жақсы балалар. Барлығымыз жақсы оқып, өлеңнің үзінділерін түсіндік. Әрі қарай енді осы біздің мақсатымызға жету үшін біз жазылым тапсырмасында төл сөйлем тәсілі арқылы орындаймыз. Яғни білемізге бірінші пікір өлең бойынша, жаңағы оққан жерлеріңізде жалпы өлең бойынша бір пікір жазасыздар бір сөйлеммен. Екінші, соны өз сөздермен дәлелдейсіздер. Үшінші, мысал келтіресіздер өлеңнен. Төртінші, өзіндік қорытынды пікір жазасыздар. Жақсы ма? Тапсырманы орындауға 7 минут уақыт беремін. Дәптерді ашып жазамыз. Ал балалар, қаламды қоямыз. 7 минут уақыт бөлікті. Бұл жолы біз С2 оқушысына бастасақ, Жазира. Пікір. 8 аяқ өлеңі сатиралық сын түрінде айтылған өлең. Өлеңде халықтың адамдардың кемшілігін айтады. Мысалы, тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын.
Қорытындылай келе, Абай атамыз халықты ақылға, дұрыс өмір сүруге шақыртып жатыр. Жақсы, келісесіздер ме балалар? Өте жақсы. С2, С1 бізде Диас. Біріншісі сегіз аяқ өлеңі өте әдемі және ең бастысы өмірге пайдалы өлең. Екіншісі өлеңде жаман адамды үлгі ретінде алып, жақсы адаммен салыстыру. Мысалы, көп айтса көнді, жұрт айтса болды. Қорытындылай келе, Абай халықты білімге шақырып, адамдықтан қаш болыңдар деп айтты. Жақсы, өте жақсы. Жауап толық. Әсем, С1. Бірінші сегіз аяқ өлеңі сын түрінде айтылған өлең. Екінші, өлеңде халықтың мұңын айтатын сөздер көп кездеседі. Үшінші, мысалы, басымда ми жоқ, өзімде ой жоқ. Төртінші, қорытындылай келе айтарым, Абай халықты сынау арқылы дұрыс өмір сүруге шақырады. Жақсы. Үлкен жағынан зор шығармалардың бірі. Көп ойлармен, екіншісі көп ойлармен, шындықтармен және өз басының мұңдарын жиған үлкен өлең. Үшіншісі мысал, адам бол, байтақ, адам бол, малдар. Төртіншісі қорытынды. Абайдың өлеңі қай жағынан да қарасақ та адамның баласына өте үлкен пайдасы зор. Жақсы, біз толықтыру керек екен. Амен. Сегіз аяқ өлеңі халыққа үлгі береді. Өлеңде адамды ойға салатын сөздер көп. Мысалы, көп айтса көнді, жұрт айтса болды, әдеті надан адамның. Қорытындылай келе, сегіз аяқ өлеңі арқылы халық үлгі аларлық тәрбие алады деп ойлаймын. Жақсы, өте жақсы ойыңыз. Карина? Өлеңде өзіндік туындағаннан нақты сөздер әр азаматқа пайдасы зор. Өлеңдегі өлең кезеңінде адамның өз пікірі болса, шешім қабылдауына оңай болады. Толғау тоқсан қызылды сөйлемін сен өзіңді демекші әр адамның өз пікірі болуы тиіс деп ойлаймын. Қорыта айтқанда әр сөзді дұрыс пайдалану білу керек. Жақсы, өте жақсы қорытынды. Түсінікті ғой, иә балалар? Осы өлең бойынша әркім өз пікірлеріңізді білдіріп, өздеріңіздің бағдарыңызға ие болдыңыздар, иә? Жақсы, енді біз екінші мақсатымыз бізде өлеңге композициялық құрылысына талдау жасау, иә балалар? Білеміз, біз да жасап жүрміз. Енді біз бұны пирамида әдісіне салып жасаймыз. Бұл үшін бірақ сіздер жұп-жұппен жұмыс жасайсыздар, жақсы ма? Карина мен Дамир бірге жұп боласыздар, сіз біраз жақылай қарап отырсаңыз болады. Амен мен Әсем, мен Яспен, Жадира. Сіздерге 10 минут уақыт беріледі. Тақтада да көрсетілген. Авторы, тақырыбы, жанр түрі, идеясы, шумақ саны, жұмақ және көркемдегіш құралдар. Кітаптағы мәліметтерді, хрестоматиядағы өлеңнің мәтінін қолдануыңызға болады. Уақыт кетті балалар. Ал балалар, уақыт аяқталды. Қаламды қоямыз. Дайын болса, біз екінші жұптан бастаймыз. Тақтаға шығып қорғаймыз. Қалған жұптар бір-бірімізді тыңдап отырамыз. Авторы Абай Құнанбаев, тақырыбы сегіз аяқ, жанр түрі, поэзия, өлең. Идеясы адам болуға шақыру, халықтың мұңын айту, үлгі әңгіме. Шумақ саны 25, тармақ саны 8, бунақ саны 2, буын саны 5 немесе 8. Және көркемдегіш құралдар бұл риторикалық сұрақ, абүйір қайда, ар қайда, және қоя ма екен жылатпай. Және метафора баяғы жартас, бір жартас. Жақсы, бұл жерде ұйқас түрі қандай? Аралас ұйқас. Аралас ұйқас. Жақсы. Өте жақсы. Үстіне қарап. Ол бір еңбегі бізде. Жақсы. Келесі бізде С1, С2, үшінші жұп шығады.
идеясы халыққа айтылған өлеңдер автордың жан сыры. Шумақ саны 25, тармақ саны 8, содан кейін бунақ саны 2, буын саны 5 пен 8, ұйқас аралас ұйқасы, эпитет, байлаусыз ақыл, риторикалық сұрау, болма дәулет нәсіп бол. Жақсы, риторикалық сұрау және эпитет тапсырыңыздар, иә? Басқа таппаңыздар ма? Жақсы, өте жақсы, тақырып қояйық. Сөздерін. Енді бізде бірінші жұмыс шығады. Автор Абай Құнанбаев. Тақырыбы 8 аяқ, жанр түрі поэзия өлең. Идеясы ақынның өз ойымен халық мұның қосамындаған ойшылдық және шыншылдық терең толғау. Шумақ саны 25, тармақ саны 8, бунақ саны 2, буын саны 5 және 8, ұйқастыры аралас. Көркемдеуіш құралдар метафора, басы көзі қан, арқа басы шаң, эпитет өмір, риторикалық сұрақ, қияма екен жалықпай. Жақсы, өте жақсы. Біз қоямыз. Бізде 3 топта өте жақсы өз ойларыңыз айтты. Біз балалар осы тапсырма арқылы мақсатымызға қол жеткіздік. Енді біз қазір Серік Абай, балалар Абайдың қандай әндерін білеміз? Иә, көзімнің қарасы, тағы. Айтым сәлем қалқасы. Жақсы, өте жақсы. Және тағы осындай кең таралған әндердің бірі 8 аяқ. Біз қазір өлең ретінде әдебиетте оқып отырмыз. Және бұл ән ретінде де айтылып жетеді. Тыңдап алайық. Ерекше сезімге өліммен әнді екеуі еліктіріп сезбеді деген. Тапсырма бізде 1 минуттық ой деп аталады. 8 аяқ өлеңді афоризмдерге 1 минутта ой айтамыз. Ол үшін сіздерге мына үзінділер қойып бір-бірден келіп аламыз үзінділерді. Қанекей барлығымыз. Дайындалуға 2 минут уақыт беріледі, одан кейін әрбіреуіміз 1 минутта өз ойымызды айтып береміз.
жазып алсақ болады, иә? Өз айтып Ал жақсы балалар, уақыт аяқталды. Сонымен Карина шалғатақтағы әңгімесіге таймер болса, осы бірінші алфавитіңді оқимыз, соған байланысты өзіңіз айтасың. Ал бір, екінші. Білгенге маржан, білмеске арзан. Яғни білген адамға абай керек, ол маржан, білмегенге керек емес, ол арзан. Абай өзі де айтпақшы бірінші қара сөзінде айтып өткендей, мен жазғанымды жаздым, керек деп кететін адам оқымаған адам керек емес деп өзі білсін. Яғни абай айтпақшы итке маржан не керек деп өзіне күйе жатқыштар өзі жалғап беруі тиіс деп ойлаймын. Маржандыларды айту үшін ол адам міндетті түрде өзі сыншылу керек. Меніңше абай өзі сыншыл адам. Абай өзінен бастап сынаған халықтың мінезін сақтап, халықта кісілік қалмай бара жатқанын сынап айтқан болатын. Тағы да ойыңыз қосшы. Яғни білгенге маржан, білмеске арзан, адам өз ойын айта білу керек деп ойлаймын. Яғни жеткізу керек деп. Сонда ғана не істейді? Сонда ғана ол сыншыл және маржан адам болады. Жақсы. Отырамын. Өте жақсы. Ал достарымыз болып келеді, сіздер қалғысыздар ма? Келесі, Рамил шағыр. Бір, екі, үш, бастаймыз. Бірінде қазақ бірін дос, көрмесең істің бәрі дос. Сол айтқаны бірінің қазақ бірін дос. Ол әр қазақтар дос болу керек және ұрыспау. Әрқашан бір-бірімен жүру керек, бөлінбеу керек. Ал көрмесең істің бәрі бос, ол мысалы бір жұмыс сізге қиын көрінсе, оны жасағанда ол оңай болып көрінеді. Және де Жақсы, бәрі жетпей қалды, иә? Отырамын. Егіз тәсім. Бір, екі, үш, бастаймыз. Толғағы 90 қызыл тіл, сөйлемен десең өзің бір. Бұл жерде қызыл тіл шексіз болғанымен, адам шыққан сөз сүйектен өтеді. Сондықтан әр сөзге ойланып, әр адамның көңілін тимей, таза әдемі болу керек. Қазір адамдар сөзді ойламай, басқа адамдарға әртүрлі жаңа сөздерді айтады. Сол сөздер адамның жүрегіне тиеді. Сондықтан тимегенде біз өзіміздің тілімізді жақсы істеуіміз керекпіз. Өзіміздің тілімізді жақсы білуіміз керек. Сосын қазір біз әдеті надан атанды. Яғни қазіргі кезде адамдардың көбі мысалға оларға біреу осы жерге бар десе, ол осы жолмен барады. Немесе жұрттың барлығы осылай дұрыс десе, ол осыған көнеді. Өйткені адамның өз көзқарасы жоқ. Яғни Абай атамыз айтпақшы, бұл надан адамның әдеті. Өйткені әр өз көзқарасы болуы керек. Ол өз көзқарасын жеткізе білуі керек және онымен жүруі керек. Мысалға адамдар
көбінесе өзінің таңдауын жасау керек, және көптің айтқанымен келіспесе де оны тыңдау керек, және оны еске алу керек. Сондықтан Абай атамыз көп айтсақ күнді жұрт айтса болды, әдеті надан адамның дегенді Еңбек қылсам ерінбей, тояды қарын тіленбей. Еңбек еткенде біздің қарын ашиды. Қарын ашқан кезде осы ас өте дәмді болып елсейді. Осыдан кейін аштық ең күшті дәмдеуіш деп айтуға болады. Екіншіден, кішкентайдан еңбекке үйреткен адам өскенде бір дәрежеге көтеріп, осыдан түспейді. Ал ұйықтаған адам күні бойы бос жүріп, өмірдегі көп құнды нәрсеге қарамайды да. Қорытынды келе, еңбек арқылы біз өмірде көп нәрсенің құнын көре аламыз. Осындайда тағы да еңбек туралы қандай мақалдар? Еңбектің наны тәтті. Абай жалқау адамды жек көреді. Еңбек түбі береке. 5 нәрседен қашық болу. Неге қашық болу? Өйткені осындай 5 нәрсе ол өте жаман нәрселер болады. Жақсы отырады. Жазира, енді қорытындылай ма? Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық, бірақ адам баласын. Егер адамның жұмысы жоқ болса, бірақ тамағы тоқ, киетін киімі бар болса, бірақ сол нәрсенің қадірін білмейді. Яғни оның алдына келіп отырады. Яғни ата-анасы немесе әйелі айдап беріп отырады. Қазіргі заманда да, Абайдың заманында да осы мәселе актуалды. Қазіргі заманда балалар ата-анасы яғни баласын асырайды. Бірақ баласы осының қадірін білмейді. Яғни айтқанда тамағын алып береді, киімін алып береді, бірақ өзі ата-анасына көмектесу деген ой болмайды. Яғни жалқау болады, жұмысымен. Сондықтан бұл тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық адамды асырайды. Рухани тұрғыда да, физикалық тұрғыда да асырады. Жақсы. Өте жақсы. Келісесіздер ме балалар? Өте жақсы ой актуалды мәселе. Жақсы отырады. Өте жақсы балалар. Мінекей сіздер өздеріңіздің бағалар барлығы алдарыңызда көріпті. Кейбіреуімізді толық болды, бірақ кейбіреуіміздікі толық болған жоқ. Біз осымен осы тапсырмалар арқылы сабақтың мақсатына жетті балалар. Енді қазір бағаларыңызды мен күнделік кезекке